Бүгінгі күні бізде облыстық көлемде тамыз конференциясы өтті. Тамыз конференциясына қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімдерінің секция отырысына көптеген мұғалімдер қатысты. Осы қазақ тілі әдебиет секциясында көптеген жұмыстарды басын қайырдық деп айтсам болады. Және де бұл ең өзекті мәселелердің бірі біз жаңағы университет, жоғарғы оқу орындағы және мектеп арасындағы байланысқа байланысты ақпараттар алынды. Жоғарғы оқу орнының кесімен бірге жұмыс жасады. Және де сонымен қатар бүгінгі күні бұл тамыз конференциясына көптеген әріптестер өздерінің жаңағы іс тәжірибелерімен бөлісті. Ең негізгісіне тоқтала кететін болсам, бұл жерде бұл тамыз конференциясының ерекшелігі жаңағы дайындалып келген спикерлер өткізілу формасы ерекше болды. Мысалы үшін бір форма университетпен бізде сұхбат формасында болса, жаңағы өзіміздің әріптестермен біреуінде зерттеу формасында болды, біреуінде жаңағындай тәжірибемен алмасу болды, біреуінде жаңағы инклюзивқа байланысты. Яғни жұмыс формасы әртүрлі деңгейде болды. Сонымен қатар алдымыздағы оқу жылға байланысты әдістемелік нұсқаулық хат қаралды. Әдістемелік нұсқаулық хаттағы жаңадан шыққан ақпараттарды біз бүгінгі күні өзімізге қазақ тілі әдебиет пәніне қатысты соларды негіздеп талқыладық. Сонымен қатар жаңағы ең негізгі өзекті мәселенің бірі бүгінгі өзімнің қарастырған тақырыбым ол қазақ тілі пәніндегі мәтінмен жұмыс арқылы оқу сауаттылығын арттыру. Жаңағы оқу сауаттылығы бүгінгі таңда ең өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Сондықтан да біз бүгінгі күні сол оқу сауаттылығына байланысты мен өзімнің тәжірибеммен басқа әріптестермен бірге тәжірибелерін алмастыра отырып біраз қаншама дүниенің басын қайырдық деп ойлаймын. Тамыз конференциясы аясында басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің секциялық отырысы өтті. Бұл отырыстың мақсаты оқу үдерісі іске асыру мен педагогтың кәсіби дамуының өзара байланысы арқылы білім сапасын арттыру болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламасына өзгерістерді талқылады. Облыс бойынша қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдерінің өз іс тәжірибелерімен алмасып, және өзімізге керекті, қажетті, өзекті мәселелерді шеше аламыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша көптеген өзекті мәселелерді шешу жолында біз қазақ тілі мұғалімдері осы жүргізіліп жатқан конференцияларда қатыса алады, өз іс тәжірибелерімен алмаса алады. Барлық отырыстың жұмысы өте нәтижелі өтіп жатыр. Бүгінгі күнгі тамыз конференциясы өте жоғарғы жақсы деңгейде өтті. Өйткені бұл жерде әріптестер тек қана жай ғана баяндаушы емес, сонымен қатар бұл жерде жаңағы спикерлермен өте тығыз байланыста болып, және де осы бүгінгі күнгі осы тамыз конференциясының ұйымдастырған әріптестеріме, әдістемелік білім бөліміне рахмет айтамын. Осындай жақсы жұмыс болды.